Кремль незареті алтындaki Қырым юқары mahkemesi Қырым татар фали Эдем Бекировның тутулығы ұзатылмасына дайыр берілген апелляцияны қабул етмеді. Боқта Facebook sayfasында Қырым бірдемлігі хабер еті Эдем Бекиров тақиқат изоляторында ән азындан июнның 12-неде қалажақ. Бекировның адлиежесі білдіргеніне көре, оның сағлық вазиеті кет-кетті бетірлеші фақат, mahkeme Эдем Бекировның эв незареті алтына кечмесі аққында адлиежелер мураджатыны рет етті. У него резко ухудшилось. Сағлық вазиеті бірден бітірлешті, бедіні шешті, беті ағырды, нефесі тұтыла. Көксінің сақ тарафында ағыры оғанына шикайет еті. 57 yaşındaki Эдем Бекировның шекер хасталығы бар. Бұндан ғайры оның бір аяғы жоқ. ФСБ хадимлері кечкен сене декабрь айында Қырым меморийсын аранда Қырым татараны селя сақламасында қабатлап, тевқиф еттілер. Қырымға Бекиров анасыны көрмек үшін келе ятыр еді. Mahkeme фаал қабатсыз олғаныны дефаларжа білдірген еді.